Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін 20-шы сабақты өтетін боламыз. Каналымызға міндетті түрде подписаться батырмасын басып, жазылып алыңыздар. Сіздер үшін пайдалы сабақтар шығып отырады. 5-ші жаттығу: өлеңді тыңда. Балақай. Бүлдірген тереміз балақай. Алақай. Ат жарыс көреміз балақай. Алақай. Айға ұшып барамыз балақай. Алақай. Кел ағаш жарамыз балақай. Әй атай. Өлең мазмұнына сәйкес келетін қаратпа сөзі бар сөйлем сызбасын тап. Бірінші: бүлдірген тереміз балақай. Екінші сызбаға сәйкесі жоқ. Үшінші: алақай. Төртінші: әй атай. 6-шы жаттығу: сөйлемді қаратпа сөзбен толықтырып жаз. Балам, мені көшеден өткізіп жіберші. Терезені дұрыстап жапшы боташым. Я қызым, оқып жүрсің бе? 7-ші жаттығу: мәтінді түсініп оқы. Кәкеннің демалысы кезінде әкесі: ертең жолға шығамыз, балам, тағы да тауға шығып кетпе деді. Қайда барамыз көке, деді Кәкен. Ауылға барамыз, бабаңа сәлем беріп батасын алып қайтамыз. Баба деген кім ол көке? Бабаң әкеңнің атасы, атаңның әкесі. Мәтіндегі негізгі ойды анықта. Соған байланысты өз ойыңды білдір. Мәтіндегі негізгі ой: ата-бабадан бата алу. Біздер әрдайым өз шыққан тегімізге алғыс білдіріп, ата-баба рухына бағыштап нан пісіріп, еске алып жүруіміз керек. Мәтіннен маңызды ойды білдіретін сөйлемді тап. Маңызды ойды білдіретін сөйлем: ауылға барамыз, бабаңа сәлем беріп батасын алып қайтамыз. Шығармашылық үзіліс. 8-ші жаттығу: сұхбатты оқып, одан әрі жалғастыр. Ата, ең қымбат нәрсе не? Туған жерінен қымбат еш нәрсе жоқ. Неге? Себебі ол балалық шағында сағынышпен еске алатын жайлы мекенің. Сұхбаттағы екінші сөйлемді қаратпа сөзі бар сөйлемге айналдыр. Ата, ең қымбат нәрсе не? Туған жерінен қымбат еш нәрсе жоқ балам. Неге? Себебі ол балалық шағында сағынышпен еске алатын жайлы мекенің. Осымен сабағымыз аяқталды. Сабақ пайдалы болған болса, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.